Құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат. Бір бала бар, атасына жете туады, бір бала бар, атасынан өте туады, бір бала бар, артынан кері кете туады. Тату болса ағайын жақын, адал болса дос жақын. Атадан жақсы ұл туса, елінің зоры болады. Атадан жаман ұл туса, адам біткеннің қоры болады. Бірлігі кеткен ел жаман, егесіп өткен ер жаман. Ауруын жасырған ажалсыз өледі, қиянаттан қорыққан амалсыз көнеді. Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Ерден ердің несі артық, ептестірген сөз артық, малдан малдың несі артық, бірақ асым есі артық, жерден жердің несі артық, бірақ уыз шөп артық, міндетіне алған сөзден, жегінген жігіттен, өлген аюдың өзі артық. Ауылдың ақсақалы шала болса, жігіттері алтауыз ала болса, ә десе мә дейтін, жасы үлкеніне жасы кіші сен десе, сол ауылдың берекесі кетеді. Өскенім өссін десең, кекшіл болма, кесепаты тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өскеніңді өшіресің. Басыңа іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа. Бүгін сағы сынды деп, жақыныңды басынба. Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайың жақын, бауырмал болса інің жақын, инабатты болса келінің жақын, алдыңа тартқан адаласың, қимас жақын қарындасың, сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, жан серігің жас кезіңнен, бәрінен де әйелің жақын. Алтын ұяң отаның қымбат, құт берекең атаң қымбат, мейірімді атаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шаншқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйің, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өр қиын, тентек болса ұл қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бос миың. Бір дегеніміз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніміз егесіп өткен ер жаман, үш дегеніміз үш бұтақты шірдерден шошынған ат жаман, төрт дегеніміз төсектен безген жас жаман, бес дегеніміз белсене шапқан жау жаман, алты дегеніміз асқынып кеткен дерт жаман, жеті дегеніміз жас келіншек, жесір қалса сол жаман, сегіз дегеніміз серпілмеген қайғы жаман, тоғыз дегеніміз торқалы той, топырақты өлімге бас көрсетпесе сол жаман, 10 дегеніміз оңалмас кәрілікке дау болмас деген дейді Қазбек би.